Моляның носынан шығып, екеуміз кетіп бара жатырмыз. Мама и дочка бұл. Кстати, достар, эпизодта Алока тоже бар. В большом городе көріңіздер, келіңіздер. Моқабай, сәттілік тілейміз саған. Ол жерге барып, мәди! Моқабай! Моқабай! Алтыншы залда отырғы. Премьера. Бірінші ғой енді, бірінші. Міне, жаны сол. Рахмет үлкен. Бірінші тәжірибе. Жөнім сол. Басы деген күнді. Көп күндік тілектес болып, ниеттес болып, дәл осындай бір керемесінде қасынан табылып қуанышына ортақтасып тұрғанымызға өте қуаныштымын. Құтты болсын қазақ елі. Рахмет. Бірдекенің ықыласы деп қабылдауға. Рахмет. Мөлдірдің оқырмандарға бір сәлем. Торғайлықтарға сәлем айтыңызшы, торғайлықтарға. Торғайлықтар. Арқалық, Аман келді. Иманов. Бір сәлем. Бір сәлем. Ал сіздер... Сіздер байқадыңыздар ма? Осы кісі мен сторисімді көрсе, сәлем салады. Постоянно сәлем. Мен вообще постоянно сәлем салам. Ой, красота! Вот, пожалуйста. Амантай Абен. Деп тоқтап отырмайсың. Әріптесім. Жасы нешеде? Дыбыс жазу студиясы бар. Ол өте жас көрінеді, негізі жасы 30-да. 30-да? Иә, 20 жастағы жігіт сияқты көрінеді. Аранжировщик, композитор, біраз әндер шығарады, өзі музыкант. Бізде, менде өнер мектебі бар ғой. Сол мектепте дыбыс жазу студиясы бар. Ән жаздырады, үлкен әншілер де келіп жазып жатады. Сол жерде қызметкер. Сөйтіп, әннің шығу тарихын айтып кететін болсақ. Айтайықшы, арамызда қалсын бәрі. Рахмет. Әнді негізі басынан аяқ өзім орындап шығу керек болдым. Сөйтіп, жаңағы ән Амантай Абен өзім маған ұсынады, осы әнді орындаңыз деп. Алматыда Рахымжан Рамазан деген азаматқа текст заказ беремін. Ол жігіт не туралы жазайын дейді. Махаббат туралы жаз деймін. Сосын жарайды дейді да, жазып жүреді. Ешқандай сөз қосқан жоқпын. Мынандай сөз болсыншы, бір интрига болсыншы, халықты ойландырып қоятын тақырып болсыншы деп айтпадым. Сөйтіп жаңағы текст келеді. Сосын Амантай оқиды да, мына сіздің жасыңызға келім кіремейтін сияқты дейді. Енді мен үлкенмін ғой. Сосын қалай келмейді? Менің жасыма келген кезде сен түсінесің. Мен айтам бұл әнді. Орындап шығам деймін да. Жаңа крем дыбыс жазып, ән жазып бастаймын. Аяғына дейін айтып шығам. Бірақ мына жақ бір нәрсе жетіп дұрыс емес екен. Бір толық қанды көңілмен шықпай тұрған сезіп тұрмын да. Сосын оған дейін Амантай Абен оған дейін айтып жүретін. Мөлдір Түркібайқызы, мен сізбен ол ән орындағым келеді, бірге дуэт айтқым келу менің арманым деп айтатын. Жарайды деп, бір күн бір бұйырар деп жүріп, ол туралы ұмытып та кеттік. Сол сәтте топ етіп есіме түседі. Может, мен бұл әнді дуэтпен айтып көрем деймін да. Себебі бір диалог тұр ана жерде. Диалог. Сосын, Амантай деп терезе тұрады ғой, микрофонмен дыбыс жазатын. Жердің екі ортасында. Сосын, деп естімейді. Сен менімен дуэт айтқың келіп еді ғой деймін. Я дейді, бірге айтамыз ба деймін ондай жерде. Ойланбай, мен ойлаған нәрсені бірден сол жерде үйге барып ойланып келейін деген жоқ менде. Сразу. Тез шешім қабылдаймын. Қандай күшті. Тез шешім қабылдаймын, бірақ әркез әртүрлі ол тез шешім қабылдаудың өзінің плюсы да бар, минусы да бар. Осындай бір жұмысқа келген кезде, хабарласқан кезде тез шешім қабылдаймын. Тез шешім қабылдаймын. Сөйтіп ол қуан күтті, көзі жайнап, ана жерде көңілі көтеріліп, бақыттан бас айналып, айтамыз, бірге айтамыз деп. Сөйтіп бірінші шумағын жоғарыға көтеріп жіберіп, ол бастады. Сосын екінші шумағын, негізі мен айтатын шумағын бірінші болып тұрған. Сезімдерім ай деп. Сөйтіп дуэт құрылып кетті.
Аяқ астынан жұлдыз болып кетті деңізші, Амантай. Иә, сол бір дағы жанатын уақыт болып тұрған шығар қазір. Неше жылдан бері 50-ге жуық жеке авторлық әні бар. Қайрат Нұртастың, мықты Аргония, Маченский деген көптеген азаматтардың әндерінің авторы, аранжировкасын жасаған хит әндердің көп себебі тиген азамат. Өзінің бағы өкінішке орай өзінің аты шықпайды, түрлі телеарнадағы жобаларға қатысады, YouTube арнасы бар, барлық жерге барады, бірақ шықпайды. Осы бір шығу керек сәті болып тұрған шығар. Оның өзі бір хейтпен кетіп қалды сіздің қасыңызда. Мөлдір кім тауып алған? Қасындағы жап-жас жігіт. Иә, енді солай, енді өзімнің әріптесім солай дуэт айттық, ол әннің тіпті хит болып кететінін күткен де жоқ. Ойламадыңыздар ма? Ондай хит болады жоқ, ойламадыңыздар ма? Әнді шығарды, ол бір айдай жатты. Сосын бір күні көмекшім бар, барлығымыз ертең шығып бір сниппет дейді екен, қазір тілмен айтқанда қысқаша бір клип сияқты дүние түсірейікші деп шықтық та бір ғимараттың қасына барып, орталыққа барып түсірдік. Сол күні кешкі сағат 11:30-да әлеуметтік желіге салдық. Таңертең тұрсақ, ұйықтап тұрсам жұлдыз екен деген сияқты. Енді халық әртүрлі пікір жазып жатыр ғой, бірақ өнер адамы ретінде мен енді әлі толыққанды әншімін деп айта алмаймын. Кез келген әншінің арманы ол шыққан әннің бірден хит болуы. Ол үлкен бақыт. 30-40 ән жазып, ешқандай әні танылмай жатқан қанша әншілер бар. Негізі әншінің танымал болуы, халықтың аузында жүруі, ол әніне байланысты ғой. 100 әнің болып, бір әнің хит болса, сен уже жұлдызсың. Бір аған ғой адамның бағын ашатын.